Таң қалды. Мен күнде бір уақытта тұруды үйрендім. Сондықтан маған оятқыш қажет емес. Менің атым Мэтт, және бұл минималистің бір күні. Менің өмірім тиімділік, оңтайландыру, көп функционалдылықтан тұрады. Ештеңе босқа кетпейді. Сіздер байқаған боларсыздар, менде қоқыс жәшігі жоқ екен. Бұның себебі менде лақтыратын ештеңе жоқ. Сізге бұл кәдімгі жарма ыдысы сияқты көрінуі мүмкін минималист еместерге. Бірақ минималист үшін бұл сондай-ақ кофе шыны. Егер бұл бірдеңе мен өмірімде керек болмаса, мен одан құтыламын. Көптеген адамдар менен, сіздің көңіл-күйіңізді көтеретін нәрселер ше деп сұрайды. Мен одан да құтылдым. Негізі мен күнім ала емес. Мен тым кеткен адам емеспін енді. Минималистің бір күні шын мағынада қалай болатын көргіңіз келе ме? Сонымен мен сіздерге өзім күнімді көрсетейін. Мен әдетте таңғы 6 мен 6:30 арасында оянам. Кейінге қалдыруды қанша рет басқаныма байланысты. Минималистер туралы естігендеріңізден айырмашылығы менде тест щеткасы бар, және мен күнде душ қабылдаймын. Бірақ мен бір стереотипке сәйкес келемін. Мен күнде бір нәрсені киемін. Қара футболка мен қара джинсы. Менде бірдей футболкалар көп. Білесіз бе, көптеген адамдар минималистердің кофеге құмар екенін айтады, және олар кәдімгідей жалықтырады. Енді мен осы хипстер кофесін дайындап жатқандықтан, мен өзім патреоныма біршама уақыт бөлгім келеді. Онда мен еш жерге салмайтын күшті бейнелерді жүктеймін. Мысалы, бейнелерімді қалай түсіретіні туралы бейне. Соның ішінде дәл қазір көріп отырғандарыңыз. Мен бүкіл процесс туралы, идеялардың маған қалай түсетіні, аудиторияны кеңейту туралы кеңестер, және табысты бизнес құру туралы кеңестер беремін. Менің Patreon аккаунтым YouTube арнам толығымен жарнама ұстаудың бір жолы. Оған сипаттамадағы сілтеме арқылы кіре аласыздар. Мынаған қараңыздар. Кофе дайын. Мен Натали оянғанға дейін 1 сағаттай жұмыс істеймін. Осы кезде мен кішкене үзіліс жасаймын. Сөйлесеміз бе? Жоқ. Және Натали өз жұмысына дайын болмай тұрып аздап сөйлесем. Содан кейін мен өзімнің жұмысыма қайта ораламын. Тәуелсіз кинорежиссер ретінде мен уақыттың 50%-ға жуығын осында жұмыс үстелінде жобалармен өткіземін. Жұмысты алғаш бастаған кезімде мен тек клиенттермен жұмыс істедім. Ал клиенттер маған үйлену тойларын, барницаларын монтаждау үшін төледі. Және күтпеген жерде мен стартаптармен және технокомпаниялармен жұмыс істей бастадым. Бірақ осы күнге дейін мен тек ерекше жұмыстарды істегім келетіні анық болды. Мысалға, YouTube тек подкаст бейнелерім сияқты жобалар және әсіресе фильмдерім. Мен уақытымның көп бөлігін монтажға жұмсаймын. Мен әрбір кинорежиссер монтажды жақсы көрмейтін білем. Сондықтан тек монтаждайтындар да, тек түсіретіндер де бар. Бірақ мен процестің әрбір бөлігін бірге қосып орындағанды ұнатамын. Ал монтаждау мен үшін көп қиындықтар тудырады. Олардың бірі редакциялау арқылы әңгімелеу, ол белгілі бір ойлау түрін және маған қатты ұнайтын тәуелсіздікті талап етеді. Сондықтан мен әдетте таңертең монтаждауға шамамен 2-3 сағат жұмсаймын. Ал сағат 11-дің шамасында тамақ ішетін сәт келеді. Ал ол дәл қазір. Мен қарапайым түскі асты жақсы көрем. Мен әрқашан қажет болғаннан 2-3 есе көп пісіремін және оны келесі бірнеше күнге қалдырамын. Үйде жұмыс істеудің басты артықшылықтарының бірі менің ас үйге қол жеткізуім. Мен тамаққа аз ақша жұмсайтын және офистан гөрі әлдеқайда пайдалы тамақтанатынын байқадым. Түскі астан кейін киімімді ауыстырып жаттығу залына барамын. Мен жаттығу залына жүйелі түрде барып жүргеніме болған уақыт соңғы 10 жыл. Мен жаттығу залына аптасына
Киімге 5 күн баруды колледж кезінен кәдімгі әдетке айналдыра бастадым. Күн тәртібім бұзылып, ауырып, немесе саяхаттап, жаттығуға уақытым болмайтын кездер болды. Бірақ мен әрқашан қалпыма оңай ораламын. Өйткені бұл фрилансер ретінде дамуыма және бизнесімді жүргізуге көмектеседі. Бұл өте қиын болуы мүмкін. Сондықтан да мен жаттығуды бу шығарудың тамаша тәсілі деп таптым. Сонымен қатар мен өзімді жақсырақ және күні бойы қуаттанған болып сезінемін. Спортзалдан оралған соң мен өзіме протеиндік коктейль жасаймын. Бір төлігіне салаймын. Мен екінші шыны кофе дайындаймын және жұмысқа ораламын. Егер мен жұмыс істемесем, мен болашақ подкасттарыма келетін қонақтарды жоспарлай аламын, эпизодтарды түсіре аламын, немесе бейне жаза аламын. Мен бүкіл отбасым шығыс жағалауда тұратындықтан мен кейде үйге қоңырау шаламын. Дәл қазір мен анама бейнебаян идеясын түсіндіріп жатырмын және анам бұны дұрыс түсінбейді. Жоқ, жай қалта істер, жалпы, жоқ анашым. Мен қалта ұры емеспін. Натали жұмыстан келгенде мен күні бойы істегенімді кейінге қалдырам, егер әрине мен орындайтын жоспарым болмаса. Жаным, сен өзіңнің ең жақсы итальяндағы акцентіңді көрсете аласың ба? This weekend we went down to an olive garden and they had a fantastic dish there called a carbonara and Natalie and I was like, I don't know. That was really good. Менің күнім минималистік емес күннен соншалықты ерекшеленетінін білмеймін. Бұл жай ғана менің жасалмайтын нәрселеріме байланысты. Таңертеңнен не киемде уақытты босқа өткізбеймін. Мені әлеуметтік желілер қызықтырмайды. Сондықтан мені жұмыстан көңілімді аудару оңай емес. Менде алдын ала жоспарлау қабілетім дамыған, өмірімді өзгерсе түзету қабілетім сияқты. Сондықтан мен үшін маңызды емес нәрселердің артынан жүгіріп, уақытымды босқа өткізбеймін. Ұйықтар алдында күнтізбеме істер тізіміне қарап келесі күнге дайындаламын. Бұл маған ерте тұруға көмектеседі және жақсы жұмыс істеуге ынталандырады. Енді ұйықтайтын уақыт келді. Қарағаныңызға көп рахмет. Сізге ұнады деп үміттенемін. Сіз Мэттке және оның Patreon аккаунтына өту арқылы қолдау көрсете аласыз. Ал егер қызықты әр сапалы аудармаларды ары қарай көру үшін, сіз менің каналыма жазылып, лайк басып, жаңа бейнелерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны қоса аласыз.